Ертеректе бір саудагер базарда жүріп 800 ділләсі бар дорбасын жоғалтып алыпты. Егерде кімде-кім менің ақшамды тауып беретін болса, 100 діллә сүйіншісіне беремін деп жар салыпты. Оның алтын толы дорбасын тауып алған жас жігіт дорбасын қалай тапса солай, мұртын бұзбай, әлгі саудагердің қолына апарып береді. Ал сараң саудагер болса, қай даладағы біреуге 100 ділләсін беруге қимай қалып, оны бермеудің жолын ойластырады. Сөйтіп дорбаны ашып, ақшаны санап, «Ей бала, мынаның ішінде 100 ділләсі кем ғой? Сен өзіңе керегіңді алыпсың, енді жүре бер» дейді. Бала аң су ішіп ақталғанына пысқырмайды. Нақақтан нақақ жала жапқанына күйіп кеткен жігіт қазыға жүгінетінін айтады. Сөйтіп екеуі дауласып қазының алдына барады. Қазы екеуін байыппен асықпай тыңдап отырып, саудагерге қарап, «Мынау шынында да сіздің дорбаңыз ба?» дейді. «Иә, менің дорбам». «Сіздікі екенін қалай дәлелдейсіз?» дейді. «Мен аузын өз қолыммен тіккенмін» дейді. «Бұның аузы ашық қой. Мынау ұры ашқан ғой оның аузын» дейді. Жігітке қарайды. «Сен аштың ба?» деп сұрайды. Жігіт «Жоқ, мен ашпадым» дейді. Сонда қазы саудагерге бұрылып, «Бұл ашпадым» дейді. «Демек, бұл дорба сіздің дорбаңыз емес. Сіздікі аузы жабылған күйде басқа жерде жатқан болуы мүмкін. Тағы сұрастырып іздестіріп көріңіз, тауып алуыңыз мүмкін. Оның үстінде сіздің дорбаңызда 900 діллә болған екен, бұның ішінде 800 діллә. Бұл сіздік емес» деп саудагерді қайтарып жібереді. Сөйтіп қазы әлгі жас жігітке «Мынау саған уәде еткен 100 ділләсі» деп қолына 100 ділләні ұстатып, «Ал мына 700 діллә саған нақақтан нақақ жала жапқан үшін» деген екен. Бұл енді ертеректе болған әділ қазы соттың іс-әрекеті. Ал қазіргі соттың іс-әрекетін әңгіме қылмай-ақ қояйық. Аман болыңыздар.